Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Чинтемирова. Бүгінгі біздің өтетін тақырып YouTube'ты неден бастаймын. YouTube каналды ашып бастамас бұрын сіз алдын ала қандай контентте каналыңызды жүргізесіз және қандай тематикада видеолар түсіретін боласыз, соны шешіп алу керексіз. Бұл жерде қолыңызда не келеді, қандай хоббиіңіз бар, немесе дипломды мамансыз ба, сол бойынша ниша алып YouTube каналды жүргізуге болады. Яғни индивидуалды қарау керек әр адамға, себебі әр адамның өзіндік бір қызығушылықтары болады. Сіз ниша таңдағаннан кейін ол ісіңіз өзіңізге ұнау керек және ешқашан жалықпайтын іс болу керек. Себебі сіз YouTube канал ашқаннан кейін тұрақты түрде YouTube каналыңызға видеолар жүктейтін боласыз. YouTube канал ашқаннан кейін 2-3 видео жүктеу, айлар бойы демалып, немесе қалаған уақытта видео жүктеуге болмайды. Себебі YouTube-тың алгоритмі қиындау. Сіз басында видеолар жүктеп жүресіз, бірақ ешқандай көрсеткіш болмайды. Себебі YouTube-тың алгоритмі сіздің видеоларыңызды бірден дамытпайды. Сіз тек тұрақты болған кезде, мысалы 10 видео, 15 видео тұрақты түрде жүктегеннен кейін ғана аздап көрсеткіш көретін боласыз. Сондықтан YouTube канал ашқаннан кейін жан-жақты зерттеп, анализ жасап, контент план дайындап және тұрақты түрде видео жүктеу керек. YouTube каналды түрді көрсетпей, дауысты өзгертіп те жүргізуге болады. Қазір көптеген каналдар бар, авторы кім екені белгісіз, бірақ каналдарында оқырман саны көп және қаралым саны да, табыс та өте жоғары. Яғни сол каналдардың бірі, мысалы кулинарлық канал Ванзай. Ол жерде 7 миллион оқырман бар және қаралым саны да өте жоғары. Бірақ автор кім екені белгісіз, өзін көрсетпейді, бірақ түрлі видеолар түсіріп рецепттермен бөліседі. Сонымен қатар денсаулыққа пайдалы ақпараттармен бөлісетін BST каналы бар. Ол жерде 4 миллион оқырман бар, қаралым саны да өте жоғары, бірақ автор өзін көрсетпейді. Яғни авторын білмейміз, кім екені белгісіз, соған қарамастан YouTube каналы жақсы жүріп жатыр. Тағы да түрлі эксперименттер, тесттер жасайтын, лайфхактармен бөлісетін канал бар. Ол Power Vision деп аталады. Ол жерде 9 миллион оқырман, яғни түрлі қызықты видеолар түсіреді, бірақ авторды тағы да кім екенін ешкім білмейді, бірақ табыс өте жоғары, себебі қаралымда жоғары. Сол сияқты сізде өзіңіздің түріңізді көрсетпей, немесе дауысыңызды өзгертіп, YouTube канал жүргізсеңіз болады. Бұл жерде YouTube-та ондай талап жоқ, сіз өзіңізді көрсету керексіз, яғни сізді адам тану керек деген ешқандай талап қоймайды. Және түрлі тематикада да видео түсіре берсеңіз болады. YouTube канал ашқаннан кейін, мысалы ашуын ашып алып, 1-2 видео жүктеп, содан кейін мен қолымнан ештеңе келмейді, мен ештеңе түсіре алмаймын деген сөздер болмау керек. Себебі сіз сол сөздеріңіз арқылы өзіңіздің болашағыңызға, мақсатыңызға кедергі келтіресіз. Яғни сіз YouTube-қа келгеннен кейін, канал ашып видео жүктегеннен кейін алдыңызға нақты мақсат қою керексіз. Себебі YouTube канал ашып тұрақты түрде видео жүктеп жүрсеңіз, сіз кейін табыс табатын боласыз. Бұл жерде ең бастысы позитивті қарау керек және ешқашан тоқтамау керек. YouTube канал ашып нишаңызды таңдағаннан кейін сіз видеоңызға формат таңдау керексіз. Яғни қандай форматта сіз видеолар түсіресіз. Мысалы, сөйлейтін бас, говорящая голова. Мен отырмын ғой, осындай форматта видео түсіруге болады. Немесе интервью форматында басқа адамнан сұхбат алу арқылы. Сонымен қатар влог, разбор жасау, обзор жасау, сол форматта да видео түсіруге болады. Бірақ нақты талап жоқ, бір ғана форматта видео түсіріңіз деген форматты өзгертуге болады. Және тематиканы да кішкене ауқымды етіп өзгертуге болады. Мысалы, мен YouTube туралы айтамын каналымда, бірақ басқа да программалар туралы айтамын, түрлі лайфхактармен бөлісемін. Сол сияқты ауқымды тематика етіп жасауға да болады. Бірақ қараңыздар, бұл жерде сіз кулинарлық тематиканы алып, тамақ пісіріп жүріп, бірден обучающий контент жасай алмайсыз. Себебі тематикадағы тақырыптар бір-біріне ұқсас болу керек.
сонда қарастырыңыз. Сондықтан YouTube канал ашып, басында бастаған кезде нақты жан-жақты ойлану керек. Яғни сіз ол тематиканы таңдағаннан кейін, нишаны таңдағаннан кейін тұрақты түрде сол ниша бойынша видеолар жүктей аламын ба, және менің видеоларым басқа оқырмандарға қызықты бола ма, соны зерттеу керексіз. Оны қалай зерттейсіз? Сіз ниша таңдадыңыз, және YouTube'да сол ниша бойынша басқа видеоларды көресіз. Яғни ол видеоларда қаралым қаншалықты көп, комментарий бар ма, яғни оқырмандар сол нишаға байланысты видеоларды қарай ма деген зерттеу жасау керексіз. Егерде конкуренция болса, онда ол каналды ашып жүргізуге болады. Себебі конкуренция міндетті түрде болу керек. Адамдар бір ниша бойынша ғана видеолар көрмейді. Сол нишаға ұқсас басқа да каналдарды қарап салыстыратын болады. YouTube каналыңыз бойынша нишаны таңдап, контент планын дайындап, видео түсіре бастаған кезде сіз YouTube каналдың оформлениясында дайындау керексіз. Яғни баннер, сурет қою керексіз, описание жазу керексіз. Сонымен қатар әр жүктелген видеоңызда превью болу керек. Превью дегеніміз сіздің видеоңыздың ең басты суреті, сол арқылы оқырмандар сіздің видеоңызды келіп қарайтын болады. YouTube'да ең бастысы превью, яғни оқырман сіздің видеоңызды бірден көрмейді қандай екенін, сізді мүлдем танымайды, каналыңызды білмейді, бірақ сіздің превьюңызға қызығып, жаңағы видеоңызға кіреді. Егер сіздің видеоңыз қызықтырса, онда сіздің каналыңызға тіркелетін болады. Сондықтан превьюді адамдарға қызықты етіп, тақырыпқа сай дайындау керек. Яғни YouTube каналдың оформлениясында барлығы контентке байланысты дайындалады. Яғни сіз баннерді, егер обучающий контент болса, баннерде қысқаша мәлімет болу керек сіздің каналыңыз туралы. Егер детский канал болса, онда балаларға қызықты етіп, түрлі түсті ерекше етіп баннер жасайсыз. Және описанияда ұзақ болмау керек, нақты, қысқа, мағыналы болу керек. Яғни сіздің описанияны оқыған кезде сіздің каналыңыз не туралы екені жазылу керек. Сонымен қатар суретті де айта кетейін. Яғни егер сіз өзіңізді көрсетпейтін болсаңыз, сізде жаңағы каналыңыздың тематикасына сай бір сурет болу керек, немесе логотип дайындасаңыз да болады. Соны қойып қойсаңыз болады. Енді бұл жерде барлығы айтып отырмын, контентке байланысты оформлениясын жасайсыз. YouTube каналының бір оформлениясын жасағаннан кейін үнемі жасалатын нәрсе ол тек превью ғана. Превьюді, мысалы, сіз бір тақырыпта видео түсіресіз, бірақ басқа тақырыпта болып кетпеу керек. Сондықтан келетін оқырманға қызықты болу керек. Сіздің превьюңызды басып кіргеннен кейінде видеоңыз сапалы болу керек. Сол жағына да мән беріңіз. Бүгінгі тақырып барлықтарыңызға пайдалы болды деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жазсаңыздар болады. Және келесі видеоны қандай тақырыпта түсірейін, сол бойынша да өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Егер видео пайдалы, қызықты болса, лайк басып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұйыртса болашақта түрлі пайдалы видеолар болады.